Сәлем достар, қайырлы кеш, сіздермен бірге Қарлығаш және Казенк ағылшын тілін онлайн оқыту мектебі. Достар, бүгін Казенк вокабуляримен бірге өздеріңіздің ағылшынша сөздік қорларыңызды дамытыңыздар. Яғни бүгінге берілген сөз бұл in time және on time. In time дегеніміз бұл уақытынан бұрын бір жерге жету, ал on time дегеніміз дәл уақытында, яғни белгіленген уақытта сол жерде болуды білдіреді. Мысалға айтатын болсақ, сіз сағат 9-да, яғни жұмысыңызды бастайсыз деп айтайық. Яғни егер де сіз айтатын болсаңыз, I always arrive at work in time. Яғни бұл дегеніміз сіз 9-ға дейін жұмыста боласыз. Ал егер де сіз айтатын болсаңыз, I always arrive at work on time. Яғни on time сіз дәл 9-да жұмыста боласыз. Яғни ерте емес, кеш емес, дәл сол уақытта болу бұл on time. Ал кішкене ертерек бару бұл in time. Сізге бүгінгі видео пайдалы болды деген үміттемін. Егер де видео пайдалы болса, лайк басыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Сонымен қатар төменде берілген практикалық жаттығуларды жасауды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше, goodbye!